Армысыздар баршаңызға. Менің атым Сайран Қалиакбарқызы. Бүгін сіздерге көрсеткелі тұрған өнімім ұлттық тағамымыз қазақи бауырсақ. Мен бүгін қазақи бауырсақтың пісіру жолын көрсеткім келіп отыр. 3 кг мөлшерінде ұн, ашытқыны суға қантсап көпіртіп қойдым. Одан кейін қойдың шимай араласқан тоңмай мен чемішкенің майы, бір чыны сүт, тұз. Бәрін қосып илеп жатырмын. Жұмсақ илейміз, қатты қылып жібермейміз. Ұнымыздың еген қандырып илеп қойдым. Қатты жұмсақ қылып та жібермейміз, қатты қылып та жібермейміз. Орта қалыпта осылай илеп, бетін жауып, көтерілгеннен кейін пісіретін боламыз. Мінекей ұнымыз бабына келіп ашыды. Енді тақтайға жазып, көтерілгеннен кейін пісіретін боламыз. Көтерілген ұнымызды оқтаумен жазып 15-20 минутқа жайып қойдық. Қазір қиғаштап кесетін боламыз. Малдың шимайының ерітіндісі тоңмайы мен зығырмай екеуін біріктіріп ерітіп жатырмын. Қазір пісіретін боламыз. Мінекей бауырсағымызды осылай қиғаштап кессек, өте тамаша болады. Мінекей бәрін қиғаштап кесіп шықтым. Бауырсағымыз баяу отта ақырындап пысады. Егерде отын күшейтіп жіберсек, бауырсақ дұрыс болмай қалады. Қазір астын үстіне аударамыз. Мінекей бауырсағымыз пысты. Пысуы да, көтерілуі де өте реңде керемет болды. Қазағымыздың ұлттық бауырсағы дайын болды, ас болсын.